Bir кездері студия Батырхан Шүкенов мюзиколы Ани Лорактарға ән жазған композитор бүгінде эстрада жұлдыздармен жұмыс жасамай деген сөз естідік ұзын құлақтан. Білуімізше себеп уақыт тапшылығы. Есесіне соңғы уақытта композитор Ұлыбританияда жеке шығармашылығымен белсенді айналысқан көрінеді. Еркеш Шәкеев сәуір айында Силуэстл атты жаңа альбомның тұсауын кесіп еді. Бұл топтама неоклассикалық жанрда Лондонда дайындалған. Есіңде сақта мені деп аталатын композиция да бар онда. Бұл шығарма оның ұлы Сафардың құрметіне арналған. Айта кетейік, дәл осы альбомдағы туындылары композитордың 2 маусымда Лондонның Кадоган холлында өткен көктен келген толқындар концертінде орындалды. Концерт Корольдік филармония оркестрінің сүйемелдеуімен өте жоғары деңгейде өткен. Бұған композитордың Фейсбуктағы жазбасы дәлел, бастысы өз көңілінен шыққан. Шетелдіктерді өнермен тәнті еткен отандасымыз үшін біз де қуаныштымыз.